Сәлем достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға осындай өте жұмсақ болып шығатын, өте дәмді жасалу жолы оңай кекс дайындаймыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен құрақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, үстінен шекерімізді қосамыз. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Алдымен жай-баяулықта, сосын жоғарыға қарай көтереміз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстінен сүтімізді құямыз. Сүттің қандай температурада болуы маңызды емес. Сол себепті қоса берсеңіздер болады. Сүтімізді араластырып алдық. Енді үстінен алдын ала ерітіп алған маргаринімізді құямыз. Оны да 1-2 минут көлемінде араластырып алдық. Енді осының үстінен 1 чайный ложка жартылай содамызды саламыз. Енді үстінен үккіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрыс, себебі барлығын бірден салып жіберсеңіздер көтерілуі қиын болады. Міне мен барлығын бөліп салып алдым. Қоспам дайын болды. Міне мен осындай кекстің өзінің арнайы қалыптарын пайдаландым. Осының әрқайсысына 2 қасықтан салдым. Дәл төмендегі рецепт бойынша жасасаңыздар 20-22 штук шығады. Егер де сіздерде бұндай қағаз қалыбы болмайтын болса, силиконовый өзінің арнайы қалыптарын алып алсаңыздар болады. Оған май жағу қажет емес. Ал егер де қаңылтыр болатын болса, оған май жағу қажет. Міне мен кекстерім дайын болды. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп алдым. Таяқшамен піскенін тексеріп алдым. Өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.